Келесі контексттік тапсырма балалар су тамшылары деп аталады. Кішкене күрделірек тапсырма. Берілген оқиға, назар аударайық берілгеніне. Елдос терезеден жерге тамшылаған жаңбыр тамшыларын бақылауда. Ол массасы 100 грамм стаканға 100 тамшы жаңбыр суының тамғанын көрді. Су бар стаканның массасы 100,2 граммға тең дейді. Тапсырма бірінші тапсырма стакандағы судың зат мөлшерін анықтаңыз дейді. Яғни мольдік массасы көрсетілген 18 көбейту 10⁻³ килограмм бөлінген моль. Стакандағы судың зат мөлшерін анықтау үшін балалар бізге судың массасы қажет. Судың массасы бізде берілмеген. Біз оны өзіміз анықтап аламыз. Стакан массасы 100 грамм дейді. Су бар стаканның массасы 100,2 грамм дейді. Яғни судың массасын анықтау үшін біз 100,2-ден 100-ді азайтып аламыз. Сонда бізде 0,2 грамм. Оны килограммға айналдырамыз балалар. Граммен есеп шығармаймыз. Граммды килограммға ауыстыру үшін оның -3 дәрежесін тіркеп жазамыз. Және де судың мольдік массасы 18 көбейту 10⁻³ дәрежесі килограмм моль. Дәрежелерімді қысқарып кетті. 0,2-ні 18-ге бөлеміз. Сонда бізде 0,100-ден жоқ шамамен моль жауап шығады. Келесі тапсырма балалар. 22-ші тапсырма. Ауаның кедергісін ескермегенде бір тамшы суға әсер ететін ауырлық күші. Жидың мәнін 10 метр/секунд квадрат деп ала беріңіздер деп көрсетіп қойған. Ауаның кедергісін ескермегенде бір тамшы суға әсер ететін ауырлық күші. Бір тамшы суға дейді балалар. Біз 100 тамшы судың массасын білеміз. Мынаған тең. 100 тамшы су ол бізде 0,2 көбейту 10⁻³ дәрежесі килограммға тең. Бір тамшы судың массасын тауып алу үшін пропорцияны құрастырамыз және ары қарай шығарамыз. Яғни x-ті табу үшін біз 0,2 көбейту 10⁻³ дәрежесін 100-ге бөлеміз. Сонда бізде 2 көбейту 10⁻6 дәрежесі килограмм шығады. Балар, бұл бір тамшы судың массасы. Енді ары қарай біз ауырлық күшін есептейміз. Ауырлық күшінің формасын білеміз, барлығымыз. F тең m G формасын есептейміз. 2 көбейту 10⁻6 дәрежесі көбейтілген 10. Яғни 20 көбейту 10⁻6 дәрежесі ол дегеніміз 20 микроньютон. 20 микроньютон. Яғни А жауабы. Келесі тапсырма бізде балалар. Бір тамшы судағы атомдар саны дейді. Бұны анықтау үшін біз бір тамшы судың массасын жазып алайық. Ол бізде 2 көбейту 10⁻6 дәрежесі килограммға тең. Пропорция құрып көрейік. Зат мөлшерінің 2 формуласын теңестіру арқылы және осы формуладан n-ді анықтап көрейік. Үлкен m-ға бөлеміз. Кішкентай m мен n авогадроның көбейтіндісін. Кішкентай m бізде 2 көбейту 10⁻6 дәрежесі көбейту 6,102. Авогадро тұрақтысының дәрежесі 10, оның 23 дәрежесі және 18 көбейту 10⁻3 дәрежесі. Қысқаша қысқарта салайық. 3/2, 2-ні 3-ге бөлеміз. Ол бізде жоқ шамамен 0,67 көбейту 10⁻3 дәрежемен -6 қысқарды. Мұнда -3 қалды. Сонда 0,67 көбейту 20 дәрежесі деген жауап шықты. Қарайық. 0,67, 0,167 көбейту 20 дәрежесі деген жауап бізде жоқ. Бір тамшы судағы атомдар саны дейді. Балалар, біздегі анықтаған санымыз бізде ол молекула болып тұр.
бір тамшы суда қанша молекула бар екендігін анықтадық. Мынау бізде 67 көбейту 18 дәрежесі бір тамшы суда осындай молекула бар екендігін анықтадық. Бірақ бізге атомдар санын анықта деп тұр. Сонда бізде енді су дегеніміз бізде H2O, я? Су деген ол бізде бір оттектен және екі сутектен құралған, я? Енді қанша атомнан құралған десе, яғни молекула дегеніміз ол атомдардан құралған ғой, я? Көптеген атомдардан. Яғни біз мына санымызды 3-ке көбейтіп жібереміз, балар. 3-ке көбейтіп жібереміз, немесе мына жерге қазір орнына қойған кезде 3-ті бірден мына жерге жазып жүріп көбейтсек болады. Сонда бізде тез шығады есебіміз. 3 көбейту m авогадро. 3 деген қайдан шыққанын түсіндік қой, балар, міне. 3 атом бар. Сол себепті біз 3-ке көбейттік мына формуланы. Так, 3 көбейту масса 2 көбейту 10-6 дәрежесі, 6 көбейту 10-23 дәрежесі, 6,2 көбейту 10-23 дәрежесі, және 18 көбейту 10-3 дәрежесі. Так, кеттік, міне қысқарттық. 3 пен 3 қысқарды, -3 пен 6 қысқарады, сонда 2 көбейту 10-20 дәрежесі деген жауап шықты. Яғни бір тамшы судағы атомдар саны 2 көбейту 10-20 дәрежесі. Оны біз өрнектесек, 20 көбейту 10-19 дәрежесі деп шығарсақ болады. Келесі тапсырма, балалар. Стаканға тамған судағы молекулалар саны. Біз оны анықтап қойдық жаңа. 67 көбейту 10-18 дәрежесі. Жаңа анықтап қойдық. Молекула саны 6,7. Так, бұны 6,7 өрнектесек, 6,7 көбейту 19 дәрежесі. Сондай жауап бар. Келесі тапсырма, балалар. Бір тамшы судағы электрондар саны. Енді ең бірінші біз электрон дегеніміз не? Соны есімізге түсіріп алайық. Электрон дегеніміз, так, міне химиямен кішкене байланыстырамыз, молекула физика тарау не? Мынау элемент, мынау массалық үлес, мынау протон саны, немесе Z. Протон саны, немесе бұл элементтің реттік номері, немесе бұл электрон саны. Электрон саны. Жазып қойғай. Z дегеніміз. Енді H-ты санайық. H-ты бірінші тұрады. Біздің жағдайда 2. Так. 1-1, я? Мына астындағы тұрған Z сан, протон саны, яғни электрон, сутекте бір электрон бар екендігін білдіреді астында тұрған сан. Кеттік ары қарай оттектікін көрейік. Оттек 8-де 16, я? Оттекте 8 электрон бар, сутекте 1 электрон бар. Ал енді H2O деп қарастыратын болсақ, мұның алдында 2 бар деген сөз, сонда сутекте 2 электрон, оттекте 8 электрон, сонда жалпы 10 электрон бар деген сөз. Енді бір тамшы судағы электрондардың санын анықта дейді. Бір тамшы судағы электрондардың саны. Ол үшін істейміз, балар. Ол үшін жаңағы 6,17 көбейту 10-19 дәрежесі дегенді мына 10-ға көбейте саламыз. 10 электронға көбейте саламыз. Сонда бізде 6,17 көбейту 10-20 дәрежесі деген жауап шығады. Сонда бір тамшы судағы электрондар саны 6,17 көбейту 10-20 дәрежесі деген санға тең екен.
осымен балалар бір тамшы су деген өйдем, контексттік тесттің аты. Су тамшылары деген тапсырманы талдап болдық. Назарларыңызға рахмет, балалар, сау болыңыздар.